Бел не себепті ауырады? Сәлем достар, менің арнама жазыла кетіңіздер және лайк басуды ұмытпаңыздар. Беліңіз ауырып, мазаңызды ала берсе қорықпаңыз. 5 адамның 4-еуі белінің ауырғанына шағымданады. Демек, сіздегі жағдай аса қауіпті емес. Бел ауруы туындайтын себептерді іздеп көрелік. Адам тәуліктегі уақытын орта есеппен 9 сағатын компьютер алдында бүкірейіп, еңкейіп өткізеді екен. Заманауи гаджеттер көбейіп, адамдармен хабар алмасу тым жеңілдеген сайын арқадағы, иық пен мойындағы аурулар да қаптап барады. Жұмысы арасында үзіліс жасап, мойын бұлшықеттеріне жаттығу жасап тұру өте маңызды. Ең қарапайым жаттығу басты күніне 5 реттен артқа, алға, 2 жанға бұрып отыру. Сонымен қатар ұзақ уақыт отыру адамның омыртқасына тұрғандағыдан да, жүргендегіден де көп зиян келтіреді. Жұмыс орныңызда монитор көздің деңгейінде орналасуын, шынтақ пен тізе 90 градуста бүгіліп тұрғанын, табанның еденде нық жатуын қадағалаңыз. Етпетінен ұйықтау буын мен бұлшықетке күш түсірсе, шалқайып, небір жанымен жатып ұйықтау омыртқаға күш түсірмейді. Егер басқаша қалыпта көз іле алмайтын болсаңыз, омыртқа мен бұлшықетке түсетін қысымды азайту үшін жамбас тұсыңызға жастық қойып ұйықтаңыз. Тіпті төсегіңіздің қатты не тым жұмсақ болуынан да беліңіз ауырады. Темекі жүрек пен өкпенің ғана жауы емес, басқаларға қарағанда шылымға құмартқандардың омыртқасы тез зақымданады. Никотин омыртқаға қанның баруын баяулатып, оның жарақат алып қалу қаупін өсіреді. Сондай-ақ, темекі адам ағзасындағы кальцийді өзіне сіңіріп алады да, сүйектердің жағдайы нашарлай бастайды. Темекіні тастайтын уақытыңыз болған жоқ па? Адам ауырса, оның психологиялық денінде де өзгерістер байқалады. Ғалымдардың айтуынша, арқасы, белі ауыратын адамдар жабырқау жүреді екен. Терең депрессияға түскен адамның белі, тіпті мойны да ауыратын көрінеді. Адамда стресс болса, арқаның бұлшықеттері жиырылып, тартылып қалады. Бел ауруынан құтылу үшін алдымен депрессиядан құтылу керек. Йога, фитнес, би сабақтарына барып, екеуінен де арылуыңызға болады. Биік, өкшелі аяқ киімдердің денсаулыққа зиян екені даусыз. Тым жайпақ табанды аяқ киімдерде денсаулыққа жақсылық әкелмейді. Сүйретпелер мен сандалдар табанды ыңғайсыз ұстап тұрады да, соңында табан, тізе, бел ауыратын болады. Мұның бір шешімін табуға болады. Бірде кроссовкалар, бірде сандалдар, бірде биік өкшелі аяқ киімдер киіңіз. Аяқ киіміңіз өте жайлы болу керек, және бір ғана аяқ киімді күні бойы киіп жүрмеу керексіз. Айтпақшы, белдің ауруына иыққа асып алатын сөмкелер де себепкер. Оны үнемі бір иыққа салып жүретін болсаңыз тіпті қауіпті. Сондықтан бауы жалпақ сөмкені таңдаңыз, және оны 2 иығыңызға алма-кезек асыныңыз. Сөмкеңіздің салмағы өз салмағыңыздан 10%-нан көп болмауы керек. Бел ауырса, адамның бәрі жатып қалуға құмар. Адам жатқанда омыртқаның бел тұсына түсетін күш азаяды. Бірақ 2 күннен артық жатқан адамның беліңіздегі ауруды одан сайын күшейе түседі. Жаяу, көп жүріп, жүзумен айналысыңыз. Белдегі ауру жеңілдеп, қан айналым жақсарады. Тез жазылуға сеп болады. Йогаға барып, буындар мен бұлшықеттерді созып, жаттықтырса, белдегі аурудың кетуі
жылдам